Hello everybody. The Woman in Room 307 Part 2. Бұл екінші бөлігі, кім бірінші бөлігін көрмеді, алдыңғы сабақта Part 1 бар, бірінші бөлігі. Соны көріңіздер, содан кейін екінші бөлігін көрсеңіздер болады. The next evening, Daniel was walking toward room 307 when he suddenly heard someone behind him. The next evening, келесі кеште деген сөз. The next, келесі, evening, кеш. Daniel, баланың аты, was walking. Walk дегеніміз, ол жаяу жүру деген мағынаны білдіреді. Toward, қай жаққа екен. Room, бөлмеге. 307, 307 бөлмеге. When, когда, оларға қолданады. Suddenly, кенеттен. Heard, естіді. Someone, біреудің. Behind, артында. Him, оның. Келесі кеште Даниэл 307 бөлмеге бара жатыр еді. Кенеттен біреу оның артында тұрғанын естіді дейді. Бұл жерде грамматика was walking. Past continuous шағы. Өйткені to be, өткен шақта тұр was, және walk дегенімізде жүру, жаяу жүру, оған ing жалғанып жатыр. Past continuous жатыр еді, созылыңқы өткен шақта болып жатқан іс-әрекет бұл. When, бұрындары сабақтарда айтып отыратын, когда мынандай when тұратын болса, когда деген. Онда көбінесе past simple қолданады сөйлемде. He heard. Hear деген сөзден шыққан есту. Heard. Past simple айналды. Бұрыс естіктің екінші колонкасында тұр. Excuse me, кешіріңші. Когда мән аудартқың келсе, адамды excuse me деп айтасың. Кешіріңші деп бірнәрсе сұрағың келсе. He turned around and froze. Ол артқа бұрылды. Turned around. Тұрақты тіркес жаттап аламыз. Артқа бұрылу. And froze. Және қатып қалды. Грамматика turned around өткен шақта артқа бұрылды. Иде жалғанып жатыр. Past simple. And froze. Бұл да past simple. Бұл жерде turned, froze екеуде past simple да қолданып тұр. Бірақ айырмашылығы turned бізде ол дұрыс естік. Оған иде жалғанып жатыр. Ал froze ол бұрыс естік. Ол екінші колонкада тұр. A young woman was standing at the end of the corridor. She looked exactly like Emily. Жас деді. A young, жас. Woman, әйел. Жас әйел. Was standing. Тұрды. At the end. Сонында. Of the corridor. Коридордың сонында бір жас әйел тұрды дейді. Грамматикасы мән аударайық. Was standing. Was to be'дің өткен шағы және етістікке ing жалғанып жатыр. Stand деген етістік, оған ing жалғанды. Іс-әрекет өткен шақта болып жатыр. Бірақ созылыңқы іс-әрекет бұл. Ол тұрып жатыр еді, көрдіңіздер ме? Сондықтан да past continuous қолданған. She looked exactly like Emily. Looked аудармасы ұқсас. She looked like Emily. Ол Эмилиге ұқсас еді дейді. Exactly деген точно, тура деген, дәл деген мағынаны білдіреді. Дәл Эмилиге ұқсайтын дейді. Иде жалғанып жатыр, past simple шағы. Emily, Daniel asked. Emily, Daniel сұрады. Asked, иде жалғанып жатыр, past simple болады. Дұрыс естік бұл. The woman, әйел. Shook, шайқады. Her, өзінің. Head, басын. Slowly, жай. Әйел басын жай шайқады дейді. Shook бұл shake деген сөзден шыққан шайқау. Дірілдеу, шайқау. Бұрыс есіктің екінші колонкасында тұр. Shook, shake, shook деп па, солай тұрады. No, my name is Anna. Emily was my older sister. Жоқ, менің атым Анна. Emily was болды. Менің older үлкен sister әпкем. Эмили менің үлкен әпкем болатын. Бұл жерде is тұр, бұл present simple шағы. Бұл оқиға өткен шақта болғанмен айтып тұрғаны осы шақ. Яғни факт болып тұр да, менің атым Анна, бұл факты. Фактілер көбінесе present simple да қолданады. Ал
күн шығады азанда, иә, көктемде ағаштар жасыл болады. Бұлар фактілер, иә. Бұл өзгермейтін факты, сондықтан да present simple'ды қолданады. Emily was my older sister. Emily менің үлкен әпкем болатын. Was өткен шақта, to be, past simple шағы. Daniel couldn't believe what he was hearing. Daniel couldn't believe, сене алар емес еді. Таң қалып сенбестей тұрды. What he was hearing, ол не естіп жатыр еді? Daniel адам аты, couldn't, модальный етістік. Couldn't, can деген етістіктің өткен шағы. Бірнәрсе істей алу деген мағынаны білдіреді. Мына жерде couldn't believe, сене алар емес еді деп тұр. Believe, сену. What, не? He, ол. He деген есту деген мағынаны білдіреді. ING жалғанып тұр етістікке. Және to be'дің өткен шағы тұрады. Онда ол past continuous шағы. Was hearing. Енді сіздерге мынандай ереже. Көбінесе ағылшын тілінде чувствоны білдіретін етістіктерге, яғни сезімді білдіретін етістіктерге past continuous, present continuous, жалпы continuous шақтарында қолданылмайды көбінесе. Мысалы love, сезім білдіреді, love, любить. See, көру, hear, есту, тағы сондай көп сөздер бар бірнеше. Көбінесе continuous шағында қолданбайды. Бірақ мына жерде қолдануға болады, өйткені бұл созылып тұрған іс-әрекет бұл. Ол естіп тұрды да, қатып қалды да, естіп отыр және өзін естіп жатқанына сене алар емес еді дейді. Бұл созылыңқы іс-әрекет болғандықтан бұл жерде hearing қолданып тұр. Continuous шағы. I thought you were Emily. Мен ойладым сен Emily екен деп. Thought, think деген етістіктен шыққан. Бұрыс етістіктің екінші колонкасы. Ойлау деген мағынаны білдіреді. Мен ойладым сен Emily екен деп. Were, past simple болып тұр мына жерде. Өткен шақ, to be'дің. I saw a woman in room 307 last night. Мен көрдім a woman әйелді in room бөлмеде 307 өткен түнде. Мен өткен түнде 307 бөлмеде әйелді көрдім. Со бізде see деген етістіктен шыққан, бұрыс етістіктің екінші колонкасында, past simple шағы. Сіздерге мынандай лайфхак. Егер сөйлемде last деген сөз болатын болса, өткен деген мағынаны білдіреді. Ол автоматически past simple шағы болып табылады. Anna went pale. Аннаның өңі қашып кетті дейді. Went pale деген бірге жүреді, тұрақты тіркес жаттап аламыз. Ол go pale тұрақты тіркес. Мінекей. Өңі қашып кету деген мағынаны білдіреді. Then you may have seen my sister. Then, онда, you, сен, онда сіз менің әпкемді көрген болуыңыз мүмкін. Then, онда, сіз, you, менің әпкемді көрген болуыңыз мүмкін. May деген мүмкін деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде грамматикаға аударамыз. Modal verb, may. Modal verb, модальный глагол, және perfect құрылымы жүр. Perfect, have seen. May have verb 3 формуласы. Көрген болуыңыз мүмкін. Анна нақты білмейді, ол тек болжап тұр. Яғни осындай болжап тұрған мүмкін, көрген болуымыз мүмкін деп айтқымыз келсе, осы құрылымды қолданамыз. Have verb 3. She had been searching for answers for years, but nobody had ever told her what really happened. Ол, she, searching, іздеп жатқан болатын, for answers жауабын, for years, бірнеше жылдан бері. Яғни ол бірнеше жылдан бері жауап іздеп жүрген еді.
But бірақ nobody ешкім had ever told айтпаған еді оған what really happened не болғанын. Грамматикаға мән аударамыз. Had been searching. Бұл бізде past perfect continuous шағы. Формуласы had been және search деген етістікке ing жылғанып жатыр. Бұл past perfect continuous шағы өте сирек кездеседі. Past perfect continuous шағын қай кезде қолданамыз? Бұл әрекет өткендегі белгілі бір уақытқа дейін ұзақ уақыт бойы жалғасқанын көрсетеді. Яғни белгілі бір уақытқа дейін, мысалы 4 years, бірнеше жыл көрдіңіздер ме? Осы бізде уақыт. Яғни осы уақытқа дейін мына іс-әрекет ұзақ уақыт жалғасқан, ұзақ уақыт іздеген, бірнеше жыл. Had ever told. Бұл бізде past perfect шағы, иә? Формуласы had және tell деген етістік бізде үшінші колонкада тұр, told деп. I came here to find out the truth. Anna said. If Emily is still connected to this room, we have to figure out. I mean, came, келдім, come деген етістіктің өткен шағы. Бұрыс етістік екінші колонкада тұр. Here, мұнда, to find out. Бұл бізде тұрақты тіркес жаттап алуымыз керек, табу деген мағынаны білдіреді. Find out, табу. Инфинитив болып тұр, иә? To find out. The truth, шындықты. Anna said, Анна айтты. Мен мұнда шындықты білу үшін, табу үшін келдім деп Анна айтты. Okay? Say деген етістіктің өткен шағы said, past simple шағында тұр. Мына сөйлем past simple шағы. If Emily is still connected to this room, егер Эмили осы бөлмемен байланысты болса, әлі де дейді, we have to figure out, біз бұны білуіміз керекпіз дейді. Мына жерде present simple passive шағында тұр. Өйткені is бізде present, иә? Иде жалғанып жатыр. Present simple passive. Ол қай кезде қолданады? Яғни іс-әрекет маңызды, кім істегені маңызды емес, іс-әрекет өздігінен істелінеді. Сол кезде present simple пассивті қолданамыз. Екінші бөлігі сөйлемнің have to figure out. Бұл да бізде present simple'да тұр have. Егер өткен шақ болғанда had болатын еді. Енді қарамыз, мына бірінші бөлімі сөйлемнің, иә, бізде present simple пассивте тұр. Екіншісі present simple'да тұр. Бірақ бұл полностью мына сөйлемді, иә, Now, if Emily is still connected to this room, we have to figure out деген сөйлем бізде условный приложениеға кіреді. Conditional sentences. First conditional. Бірінші conditionalға кіреді. Бірінші conditionalдың формуласы if, present simple. Екінші сөйлемнің екінші бөлімі present simple да болмаса futureде тұрады. Okay? Daniel looked at the door. Daniel looked қарады есікке at the door. Иде жалғанып жатыр, look қарау деген етістікке иде жалғанып жатыр, past simple шағы. Look at бір нәрсеге қарау деген мағынаны білдіреді. Егер look'тың өзі тұрғанда просто қарау. At қосылса look at бір нәрсеге қарау. Мына жерде есікке қарап жатыр, иә? Сондықтан да at қолданып жатыр. We shouldn't go in alone. We shouldn't go in alone. Біз бармауымыз керекпіз жалғыз онда дейді. Біз shouldn't бармауымыз керекпіз go. Я бармауымыз керекпіз in alone. Яғни ішіне жалғыз бармауымыз керекпіз дейді. Alone жалғыз. Модальный етістік қолданып жатыр. Should. Should модальный етістігін қай кезде қолданамыз? Біреуге совет, кеңес берген кезде қолданамыз. Мына жерде Аннаға айтып жатыр, иә, кеңес беріп жатыр, біз онда бармауымыз керек, біз жалғыз деп. Should, мысалы, сен ауырып тұрсың, дәрігерге бару керексің деп біреуге досына кеңес берсең, should'ті қолданамыз. You should go to the doctor, yeah, if you are ill. Anna took a deep breath. Anna took алды. A deep breath, демалды дейді. Deep деген терең, breath, демалу.
Take a deep breath деген тұрақты тіркес жаттап аламыз. Демалу. Терең демалу. Ана деп терең демалды. Мына жерде took бізде take'тің өткен шағы. Past simple шағында тұр. Өйткені бұрыс естіктің екінші колонкасы, я. Don't worry. Уайымдама. Worry уайымдау. Don't отрицательное предложение, болымсыз сөйлем болып тұр. I have come this far. Мен осы жерге дейін жеттім. Яғни мен бұны ұзақ күттім деген мағынада ғой. Бұл жерде present perfect шағында тұр, я. I have come this far. Формуласы have және колонка үшінші колонкада тұрады. Яғни бұл жаңа ғана істелген іс-әрекет қой. Содан кейін present perfect шағында тұр. Don't worry, ол present simple шағында тұр бізде. Өйткені don't, doesn't бұл present simple'дың болымсыз түрі. Just then, the door slowly opened by itself. Дәл сол кезде дейді. Just then, дәл сол кезде, the door есік slowly жай opened ашылды by itself өздігінен. Сол кезде есік өздігінен ашылды дейді. Open ашылу иде жалғанылатыр. Өткен шаққа айналып тұр, past simple opened ашылды деп. Негізі бұл сөйлем бізде past passive voice болу керек. Болуға да болатын еді. Мысалы, the door was opened by itself деп айтуға да болатын еді. Окей? Бұлай тұр екен сөйлем. Енді past simple мына жерде иде жалғанылатыр. Келесі Daniel and Anna looked at each other. Daniel мен Anna looked at қарады each other бір-біріне. Past simple шағында тұр. Неге? Өйткені иде жалғанылатыр, я. Бұл дұрыс естік. Look. A cold wind was blowing from inside the room, although the windows were closed. Then they heard a woman's voice. A cold wind, суық жел, was blowing. Blowing деген уілдеді ғой жел. Жел берді деген мағына ғой, blowing. Жел тұрды немесе. Суық жел тұрды from inside the room. Бөлменің ішінен дейді. Inside ішінен. From деген қай жерден деген предлог қой ол. Also деген несмотря, қарамастан деген мағына білдіреді. The windows, терезелер were closed, жабық. Яғни терезелер жабық болғанына қарамастан бөлмеден суық жел тұрды дейді. Was blowing. Past continuous шағында тұр. Өткені was to be етістіктің өткен шағы және blow етістікке ing жалғанып тұр. Past continuous біз қолданамыз өткен іс-әрекет өткен шақта созылып жатқан кезде. Жел ұзақ болды. Сондықтан да past continuous шағын қолданды. Келесі were closed. Past simple passive шағын қолданып тұр. Өткені were to be етістіктің өткен шағы және етістік үшінші колонкада тұр. Яғни іс-әрекет кім істегені маңызды емес өткен шақта. Then they heard a woman's voice. Кейін they олар heard естіді a woman's әйелдің voice даусын. Кейін олар әйелдің даусын естіді. Heard өткен шақта болып тұр, past simple шағы. Кені естіді өткен шақта болып тұр. You finally came back. Сен finally, наконец-то, ақырында. Came back. Келдің. Сен ақыры келдің. Came back. Past simple шағында қолданып тұр. Өткені өткен шақта болып тұр іс-әрекет. Came бізде come деген етістіктің екінші колонкасында тұр өткен шақ. Came back. Бұл come back деген фразадан шыққан тұрақты тіркес жаттап аламыз. Қайтып оралу деген мағынаны білдіреді. Anna's heart skipped a beat.
Ананың hurt жүрегі skipped a bit. Skipped a bit дегеніміз зырқ ете қалды. Бұл да тұрақты тіркес. Бұл идиома жаттап аламыз. Қорқу, шошу деген мағынаны білдіреді. Skipped a bit. Ананың жүрегі зырқ ете қалды. Қорқты деген сөз. Skipped past simple шағында қолданып тұр. Өткені оқиға өткен шақта болған. Бұл skip дегеніміз бұрыс етістік. Оған ed жалғанып тұр. Сондықтан past simple болып тұр. That was Emily, she whispered. Ол Эмили болатын. Сыбырлады. That was Emily. Was to be естігі өткен шақта қолданып тұр. Past simple. Неге? Өткені оқиға өткен шақта болған. She, ана, ол, whispered, сыбырлады. Whisper деген сөзден шыққан, оған ed жалғанып тұр. Past simpleге айналып тұр, өткен шаққа. Whatever is inside, we will find out. Whatever не болса да, ішінде дейді inside, is inside. We will find out. Біз оны табуымыз керекпіз дейді. Біз оны табамыз дейді. Ішінде не болса да көреміз дейді. Is present simple шағында қолданып тұр. To be'дің present simple. Will, will'дің қысқартылған түрі. Future simple шағында қолданып тұр. Жай келер шақ. Сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментарияға жазыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Goodbye.